Салам алейкум, достор. Жалат шары, Курманбек микрорайоны, 8-ші көче. Алматы Жалат шарының мэриясы. Мындай беспредельщиктер қарасаңар. 20 метр жоғалып тұр, минимум. Тротуар жоқ. Наны қарағыла. Дуал салған, дуалдан сырқардағы решетка салған. Уятты мындай, қандай мындай уят деген нәрсе бар ғой мындай, оқушылар жолда жүреді. Сондай мэрия өз учурунда реакция қылып, мындай посмолор бұзбаған үшін ақырына келеді, адамдар мынтеп дуалдарын жолға шығарып баштайды. Анда қылып тосып баштайды. Кейін оқушылар көшеде жүріп баштайды. Алар қарағыла. Бұл дағы Самазапачиктердің көшесі екен. Кейін өшен авария болады, адамдар өледі. Біздің көкмелер, биліктегілер бұны түшінбейді. Мамлекеттің ең чоң ресурсы бұл адам. Адамға қарағыла, балдарын басышын, студенттерін басышын, жолда бардығы. Велодорожканы айтпайлы қойын әме. Тротуар жоқ. Курманбек деген чоң микрорайонда. Мамлекеттің ең чоң ресурсы бұл адам. Оның имараттардағы емес, машиналардағы емес, жана башқа. Шулар оқып, білімді, силимді болып, мамлекет өнүктүрөт. Onun үшін мамлекет бұларға шарт түзіп беріш керек. Қоопсыз жолдар түзіп беріш керек.